Өмірдегі құпия, жауабы әлі шешілмеген топ 5 оқиға. Басталмай тұрып, маған тіркелік етіңіз. Видеоны соңына дейін қараңыз, сіз таңқалуыңыз мүмкін. Ендеше бастайық. Бірінші оқиға. Дятлов асуы оқиғасы. 1959 жылы Дятлов асуы аймағында 9 турист жұмбақ жағдайда қаза тапты. Шатыр ішінен кесіліп шыққан, кейбірінің денесінде түсініксіз жарақаттар болған. Ресми нұсқа қар көшкіні. Бірақ көптеген адамдар бұған сенбейді. Неге олар жартылай киінген? Неге іздер әртүрлі бағытта кеткен? Бұл оқиға әлі де талқыланып келеді. Менің арнамда бұл оқиғаның толық нұсқасы бар. Қажет болса көре кетіңіздер. Екінші оқиға. Бермуд үшбұрышы. Бермуд үшбұрышы Атлант мұхитындағы аймақ. Көптеген ұшақтар мен кемелер осы жерде жоғалған деп айтылады. Ғалымдар ауа райы, магниттік ауытқу, адам қателігі дейді. Бірақ құпия әлі де толық ашылған жоқ. Кейбір деректер бойынша ондаған кеме мен ұшақ жоғалған. Үшінші оқиға. Пасха аралының мүсіндері. Пасха аралында жүздеген алып тас мүсіндер бар. Оларды қалай тасымалдады? Неге жасалды? Неге өркениет жойылып кетті? Ғалымдар болжам айтады, бірақ нақты дәлел аз. Төртінші оқиға. Зодиак келлері. 1960-70 жылдары ақш-та белгісіз қылмыскер адамдарды өлтіріп, газетке шифрланған хаттар жіберген. Ол өзін Зодиак деп атаған. Бірнеше шифры шешілген, бірақ нақты кім екені дәлелденбеген. Соңғы 5-шісі оқиға. М-370 рейсі. 2014 жылы Malaysia Airlines компаниясының М-370 ұшағы радардан жоғалып кетті. Ұшақ қалдықтары табылғанымен, неге бағытын өзгертті? Не себеп болды? Деген сұрақтарға нақты жауап жоқ. Егерде осы ақпараттарға қосарларыңыз бар болса, пікірге жаза кетіңіз. Маған да тіркелуді ұмытпаңыздар.